Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін көпшіліктің сұрауы бойынша қыздармен қалай танысу керек екендігі жайлы әңгімелесетін боламыз. Жалпы танысудың екі түрі бар, онлайн және офлайн, немесе шынайы өмірде танысу. Сіздермен бүгін шынайы өмірде қалай қыздармен танысу керек екендігі жайлы әңгімелесетін боламыз. Жалпы, егер де маған бір жігіт, Мадина, сізбен танысуға бола ма деп келсе, енді ондай адаммен танысқында келмейді, кез келген қыздар сияқты. Әрине әртүрлі қыздар болады, бірақ дегенмен танысқанда жігіттің өзіне сенімділігі, өзінің ұстауы өте маңызды. Сол үшін ең алдымен сіздерге кішкене лайфхак айтайын, қандай өзіне настройка, қандай сөздерді айту керек танысардың алдында. Осы сөздерді өзіңізге айтудың арқасында сіз кішкене қобалжудан, өзіңізге сенімсіздіктен арыласыз. Мысал алатын болсақ, сіз әдемі қызды көріп тұрсыз, бірақ жақындауға ұялып тұрсыз, немесе қорқасыз, ол маған жоқ деп айтады, немесе таныспайды деп, не істейміз? Деп демаламыз біріншіден, сосын өзіңізге айтыңыз. Егер де ол менімен таныспай қойса, сөйлеспей қойса, ол ешнәрсе етпейді. Бұл катастрофа емес. Менің нақұрыс, менің красавчик емес, жалпы мен қыздарға ұнамаймын деген сөз емес. Ол біріншіден оның көңіл күйі болмауы мүмкін, немесе оның жігіті болуы мүмкін, немесе оның энергиясы жоқ танысуға, немесе мен оның вкусында емеспін. Бірақ бір қыздың вкусында болмасам, барлық қыздардың вкусында емеспін деген сөз емес. Керек болса мен эксперимент жасайын, керек болса 100 қызбен танысайын. 100 қызбен танысып, 100 қыздың барлығы маған жоқ деп айтса, бәлкім менімен қыздар танысқысы келмейді, енді мен бір түрлі баламын, менімен бір нәрсе дұрыс емес деген бәлкім болуы мүмкін. Бірақ бұл мен бір қызбен ғана танысқалы тұрмын, ол еш нәрсені көрсетпейді. Қалай айтсам болады? Бір қызбен танысам, егер де ол маған жоқ десе, ол еш нәрсені көрсетпейді. Не көп? Қыздар көп. Бұл катастрофа емес, және мен жайлы еш нәрсе айтпайды. Ол тек қана сол қыз жайлы, қыздың мүмкін көңіл күйі, немесе қыздың талғамы жайлы ғана ақпаратты береді. Алайда бұл катастрофа емес, маған бәрібір деп өзіңізді қалай болса солай ұстауға да болмайды. Қолыңыздан келгеніңізді жасаңыз. Ол маған деп айтса, егер де екеуміз таныссақ, бұл керемет болады. Мен өте қуанышты боламын, бірақ таныспасақ еш нәрсе етпейді. Бұл өмірде қыздар көп, еш нәрсе етпейді, еш нәрсе көрсеткіш емес деп өзіңізді кішкене дұрыс ойға салыңыз. Бұл дұрыс ой, ол жерде тұрған еш катастрофа жоқ. Алайда егер де барлық қыздардан ұялсаңыз, қыздардың алдында дірілдеп кетсеңіз, аузыңызды аша алмай қалсаңыз, көзіне қара алмасаңыз, тіпті ол басқа әңгіме, ол социофобия деп аталады. Ол жайды менің жеке видеом бар, және бұл проблемамен жұмыс істеу өте маңызды. Әйтпесе сен ол қызбен қалай танысасың? Міндетті түрде ол видеомды көріңіз. Астында сілтемесін қалдырып кетейін. Егер де сізде осы проблема болса, сол видеоны көруге кеңес беремін. Ал енді қорқынышыңызды жеңдіңіз, енді алға, тек қана алға. Қорқпай таныса береміз. Жалпы танысудың нақты формуласы, схемасы жоқ. Импровизация. Барлығы ситуацияға байланысты. Алайда белгілі бір принциптер бар. Осыны істеуге болады, мынандай істеуге болмайды деген. Бұл жалпы психология, қарапайым психология жайлы айтып кетейін. Бірінші кеңесім, қарындас, сізбен танысуға бола ма? Немесе сізбен танысуға бола ма деп бірден таныс кетуден аулақ болыңыз. Оған екі себеп бар.
Біріншіден біздің ментальдылық, бізде қазақтың қыздары кішкене ұяңдау, ұялшақтау. Мысалы сіздің танысуға бола ма дегеніңізге ол ойлайды, мен бірден таныса салсам, ол мені жеңілтек деп ойлайды, бәрімен танысады деп ойлайды, мен туралы жаман ойлайды деген неше түрлі біздің қыздарда мынандай немелер бар. Аты қалайды замашки, біздің ментальность, негізі ешкім олай ойламайды, бірақ та солай ойлауы мүмкін, бізге социумдағы неше түрлі стереотиптер енді қыздарды солай ойлауға итермелейді, Екіншіден, мысалға алатын болсақ, көшеде сізге біреу танысайық деп тұрса, сіз тартынасыз, бір алаяқтықтың иісі шығады ондайдан. Неге ол көшеде танысып тұр? Бұл жерде бір нәрсе таза емес. Ол бәрімен солай танысуы мүмкін. Или ол неге жалпы танысайық деп тұр өзінен өзі? Ондай адамға сенім болмайды. Бір түрлі. Мысалға алатын болсақ, далада біреу андай листовкалар таратып тұрады ғой, мысалы, наған келіңіз, ондайды алғында келмейді, Сол сияқты бір түрлі андай алаяқтықтың иісі болады, танысайық деген енді подозрительно. Сол үшін танысуға бола ма деген бір түрлі естіледі. Мен айтпаймын барлық қыздар сондай деп, бірақ жеке өзім сондай, және менің айналамдағы құрбыларым сондай, және мен білетін қыздардың көбі танысайық дегенге бір түрлі қарайды. Өзіңіз ойлап қараңызшы, далада біреу танысайық деп келсе, ол қызық, бір түрлі. Ал енді қалай танысамыз? Импровизация жасаңыз, барлығы ситуацияға байланысты. Мысалға алатын болсақ, кітап дүкенін алайық. Сізге ұнап тұрған қыз бір кітапты ұстап тұр. Сіз оған жақындап, сіз осы авторды оқисыз ба? Бұл автор, мысалы, мынандай немелері ұнайды, шығармалары ұнайды, немесе осы автордың басқа қандай кітаптарын маған кеңес бересіз, немесе мына жанрлардағы қандай кітаптарды кеңес бересіз деген сұрақ қойыңыз мүмкін. Мысалы, пиццерияда боласыз, мысалы, стойкалар болады ғой, андай пиццерияда заказ беретін, сонда айтуыңыз мүмкін. Қандай пицца заказ беруге кеңес бересіз деген сияқты. Кез келген бір сол ситуацияға байланысты кез келген көмек сұрауыңыз мүмкін, Жалпы қыздарға көмек көрсеткен ұнайды, ондай жағдайда біз үндемей қоймаймыз, біз енді сөйлес кетеміз. Немесе ситуацияға байланысты, мысалы бір концертте, немесе белгілі бір музыкалды кафеде, мысалы жаныңызда бір қыз отыр қалды, сіз сөйлескіңіз келді, нейтралды темадан бастаңыз. Қандай әдемі концерт, маған мына музыка ұнайды, мына жердегі атмосфера қандай күшті. Жалпы нейтралды бір тематикадан сөйлескетіңіз. Бірден танысайық деп емес, нейтралды тематикаға сөйлескетіңіз. Егерде сіздің сөйлескеніңізге жауап бермей үндемей отырса, немесе қабағын түйіп отырса, пока деп айтыңыз. Пока дегенде іштей пока деңіз, жарайды, ол қызды қоя салыңыз. Сізге іш пыстыратын, сөйлескісі келмейтін қыз не керек? Басқа қыздармен танысасыз. Ал егерде сізге күлімдеп, немесе айту жауап беріп тұрса, яғни сізде қандай да бір диалог орнады. Ол өте жақсы, яғни ол қыз ары қарай немнеге, диалогқа, әңгімеге ашық қыз, ол жақсы деген сөз. Бірақ та бұл жерде мынандай айта кететін жайт, жеке нәрсеге әлі кетпей тұра тұрыңыз. Мысалы, жігітіңіз бар ма, тұрмыстасыз ба? Жекеге кететін сұрақтар әлі керек емес. Себебі ол сізді жақсы танымайды, сіз оны танымайсыз. Кім өзі жаңа танысқан адамға көп информация айтқысы келеді? Ол оның жеке нәрсесі. Кейіннен, мысалы, сөйлескенде содан кейін сұрасаңыз болады. Басында танысқанда ондай нәрседен кішкене аулақ тұрыңыз. Ол, шын айтсақ, ондай жеке нәрсеге бірден бүйтіп личный границы еді ғой, жеке шекарадан өтіп кететін жігіттер кішкене адамдарды шошытады. Содан кейін не істейсіз?
инстаграмын сұраңыз. Сен социалды сеттерде отырасың ба, давай мен саған жазылайын деңіз. Немесе номерін сұрасаңыз болады бірден. Барлығы ситуацияға байланысты. Сіздің әңгімеңіз қалай жүріп кетті, жалпы қыз қандай, өзіңіздің интуицияңызға сеніңіз. Сосын сіз оны свиданияға шақырасыз. Мен сізге бір секрет айтайын. Ол былай айтуы мүмкін. Бүгін менің қолым бос емес. Көп жігіттер, жарайды, маған ол қызға ұнамай қалдым деп ойлап қалуы мүмкін. Бірақ та шынымен бүгін оның қолы бос емес болуы мүмкін, немесе ойлауы мүмкін. Мен бүгін шақырса, бүгін шыға салатын қыз емеспін ғой деген. Біздің анандай ментальдығымыз бар. Қазақтың қыздарында. Мына сөзге мән беріңіз. Бүгін, яғни бүгін мен бос емеспін деген сөз. Сіз онда айтыңыз, давай онда ертең немесе аптаның соңында, басқа күн. Келсе, жарайды, жақсы, бәрі жақсы. Келіспесе, өзіңіз біліңіз. Уақытыңызды кетіргіңіз келе ма, кетіргіңіз келмей ма? Өзіңіздің уақытыңыз, өзіңіз білесіз. Бірақ өзіңізді бағалаңыз, Сол бір қызбен болмаса, басқа қызбен бәлкім жақсы қарым-қатынас орнайды. Ал енді менің келесі видеом ол онлайн танысу жайлы. Ол да өте қызықты тақырып. Ол видеоны жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып, қоңырауды бассаңыз, жіберіп алмайсыз. Егер де осындай тақырыптағы видеолар саған қызықты болса, Мадина тағы да шығаршы деген ойлар болса, міндетті түрде барлығын комментарийға жаз. Өйткені ол маған мотивация береді осы тақырыптағы видеоларды шығаруға. Егер де ешкімге қызықсыз болса, мен осы тақырыптағы видеоларымды әрине тоқтатамын. Пікірлеріңізді жазып, лайк басып, достарыңмен міндетті түрде бөліс. Менің каналымның ары қарай дамый беру үшін. Қош сау болыңыздар, амандықта жүздескенше.